Сәлеметсіз бе? Бұл хабарламадан басқалардың хабардар болуын қаласаңыз, бейне астында лайк түймесін басып, арнамызға жазылыңыз. Ақтөбеде ондаған шаруа қожалығының басшысы облыс әкімдігінде жиналды. Олар жем алу мақсатында үлестірілетін миллиардтарды беруді талап етуде. Айтуларынша, шаруа қожалықтарына бөлінген 8,4 миллиард теңгеден фермерлерге әлі 2,9 миллиард теңге берілмеген, деп хабарлайды Диапазон басылымы. Басылымның хабарлауынша, фермерлер Ақтөбеге Темір, Мұғалжар, Әйтеке би, Ойыл, Байғанин және тағы басқа аудандардан келген. Олар мал шаруашылығымен айналысып, жылқы, сиыр және қой өсіреді. Белгілі болғандай, субсидия осымен 3-ші жыл қатарынан беріліп отыр. Алайда оған кейбір фермерлер қол жеткізе алмаған. Осылайша шаруа қожалықтарының басшылары облыста әкімдікке келген. Фермерлермен кездесуге ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы Исатай Еспағамбетов, өңірдегі облыс әкімінің орынбасарлары Гүлқасима Сүйентаева мен Бұлбұл Елеусинова шыққан.